Барлықтарыңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге арайлым өте дәмді французский салатының рецептімен бөлісемін. Бізге керек заттар: жұмыртқа, сәбіз, капуста, картофель пай, қызылша, горох немесе кез келген піскен ет қажет болады. Видеода көрсетілгендей барлығын осылай соломка етіп ұзыншалап турап аламыз, тарелкаға әдемілеп орналастырамыз. Бетіне кішкене тұз сеуіп жіберсеңіздер болады. Соңынан майонезді сеуіп салатымызды аяқтаймыз. Видео ұнаса лүпіл басып, сақтап алсаңыз кез келген комментарийді қалдырып кетіңіз. Асыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған арайлым.